Лагманның қамырын илей алмайтын қыз-келіншектер экранға жақын отырамыз. Мінсіз қамыр және кофенкінен асып түспесе кем шықпайтын рецептімен бөлісетін боламыз. Жоғары сапалы ұнымызға 2 дана жұмыртқа, салқын суға тұз салып араластырып, жақсылап қамыр илеп 20 минутқа тынықтырамыз. 20 минуттан кейін осылай қолымызбен жайып алып, шемішке майды жағып, осылай қолымызбен қысып бөліктерге бөліп, бетіне тағы да шемішке майды жағып, ешқандай жерінен ауа өтпейтіндей етіп, бетін жауып 20 минутқа тағы да тынықтырамыз. Дәл видеодағыдай кезегімен созып шығамыз. Бетіне тағы да шемішке майды жағып, бетін жауып, бір 15 минутқа тынықтырып аламыз. Тыныққан қамыр өте жақсы созылады. Егер өте қатты тынығып кетсе де, ол бір-біріне жабысып, созылуы өте қиын болады. Сондықтан уақытқа міндетті түрде қарап отыру қажет. Екінші рет созылған лагманымызды созғаннан кейін кері қарай тағы да жинап аударып шығамыз. Себебі үшінші этапта уже лагманды біз алып бастаймыз, дайын. Сондықтан бір-біріне жабысып араласып қалмау үшін осылай аударып, бетіне тағы да шемішке майды жағып, бетін жауып 15-20 минут тынықтырамыз. Тыныққан қамырымызды осылай саусағымыздың арасын осылай ашып алып, ара-арасына іліп алып шығамыз. Дұрыс ала алмай сәтсіз шығып жатса да қапа болмаңыз, оған қолдың үйренуі де қажет болады. Лагманымызды қолымызға жинап алдық. Соңғы рет столға 1 рет ұрамыз. Бұл соңғы созу болып есептеледі. Қайнап тұрған суға тұз салып пісіріп аламыз. Бетіне қамыр қалқып шыққан сәтте, яғни лагман дайын. Оны сүзіп алып, бетіне мұздай су құямыз. Біздің лагманымыз дайын. Парақшам пайдалы, жазылып алыңыз. Ас болсын.